25-ші есеп. Есептеңіз. Жақшаның ішінде 15-тен 1, қосылған 15-тен 1, қосылған 15-тен 1, тағы солай қосылған 15-тен 1, яғни өз-өзіне 45 рет қосылған. Азайтылған 13-тен 3, азайтылған 13-тен 3, азайтылған 13-тен 3, тағы солай азайтылған 13-тен 3, яғни өз-өзінен 39 рет азайтылған. Осының квадратын табу керек. Бұны есептеу үшін біз 15-тен 1-ді өз-өзіне 45 рет қосу дегенді мынандай өрнекпен жазайық. 15-тен 1 көбейтілген 45 немесе 1-ден 45 деп жазсақ болады. Қысқартсақ 15 пен 45 қысқарады, 15-ке бөлімінде 1, алымында 3 қалады. Сонда 15-тен 1-ді өз-өзіне 45 рет қосқанда 3 шығады екен. Енді келесісін есептейік. 13-тен 3 39-ға көбейтеміз, яғни 1-ден 39-ға. 39 бен 13 қысқарады, 13-ке бөлімінде 1, алымында 3 қалады. 3-ті 3-ке көбейтсек 9 шығады. Яғни бірінші өрнектен біз 3-ті алдық, екінші өрнектен біз 9-ды алдық. Енді жақшамызды дұрыстап жазайық. 3 азайтылған 9-дың 2 дәрежесі. Бізде жақшаның ішінде кіші саннан үлкен санды азайтып тұрмыз. Мұндай жағдайда біз үлкенінен кішісін азайтып, үлкенінің таңбасын қоямыз. Сонда 9-дан 3-ті азайтсақ 6, ал 9-дың таңбасы минус болып тұр, яғни минус 6. Минус 6-ның 2 дәрежесі дегеніміз, ол минус 6-ны өз-өзіне 2 рет көбейту деген сөз. Минусты минусқа көбейтсек, ол бізге плюсты береді. 6-ны 6-ға көбейтсек 36. Сонда біздің жауабымыз плюс 36. Демек, берілген өрнектің мәні 36-ға тең. Нұсқалардың ішіндегі дұрысы Б нұсқасы.